Мыңға жуық қостанайлықтар марафонға шықты. Олар жалпы қашықтығы 2800 шақырымды жүгіріп өтті. Бұл Кеңес одағының батыры Сұлтан Баймағамбетовтің туған ауылынан Ленинград облысындағы Синявино кентіне дейінгі аралық. Амбразураны кеудесімен жапқан қазақтың батыр ұлы сол жерде жерленген. Жеңіл атлетикалық жүгіріс жеңістің 70 жылдығына және Сұлтан Баймағамбетовтың туғанына 95 жыл болу толу құрметіне орай ұйымдастырылды. Марафон Қостанайдағы автокөлік құрастыру зауытынан бастау алды. Қатысушылардың жас шамасына шектеу қойылған жоқ және әркімге жүгіру қашықтығын таңдау еркі берілді. Біреулер 2,5 шақырымда сынға түссе, енді бірі 10 шақырымға жарыс жолына шықты. Жеңімпаздарға Алматы қаласында өтетін марафонға жолдама берілді. Қазақстан болашағы алда, сол болашақты жасайтын жастар. Біздің халқымыздың денсаулығы керек. Біздің болашағымыз сонда болады деп. Мына үлкен мекеме Агромаш холдинг деген, сол біздің айтқан ұсынысымызды қолдап, бүкіл Қостанайды көтеріп, осында 1000 адамдай жинап, жүгіріс болайын деп отыр. Сонда олардың да мақсаты сол, мынандай заводта, мынандай шаруа жасау үшін оған да денсаулық азаматтар керек.